Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен панама тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін мен сіздерге панаманың выкройкасын оңай жасаудың жолын көрсетейін. Қараңыздар, мен бұл панаманы 8-9 жастағы балаға тігейін деп отырмын. Сіздер өз өлшемдеріңізбен жасайсыздар. Ол үшін бізге ең алғашқы басымыздың айнала өлшемі керек, яғни охват головы. Мен бас айналымы 55 сантиметрге тігейін деп отырмын. Осы 55 сантиметрді біз 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 27-де 5 шығады. Осы 27-де 5-ті біз осылай ұзыннан 27-де 5 сызып аласыздар міне. Осылай ұзыннан 27-де 5 сызасыздар. Одан кейін осы сызықтан жоғары қарай 7 сантиметр көтересіздер. Мына жақтадан да 7 көтересіздер, мына жақтан да 7 көтеріп, осылай түзу сызық сызып аласыздар. Одан кейін осы түзу сызықтың тура ортасын белгілеп, сол жерден төмен қарай 1,5 сантиметр түсіресіздер міне. Астында тура солай істейсіздер. Тура ортасын белгілеп аласыздар да, астыға 1,5 сантиметр түсіреміз. Енді мына оң жақтан да, сол жақтан да 1,5 сантиметр ішке қарай, мына жерде оң жақтан ішке қарай 1,5 сантиметр кіргіземіз. Сол жақтан да ішке қарай 1,5 сантиметр ішке қарай кіргізесіздер де, осы сызықты мына жерге қосасыздар. Мынаны былай қосасыздар. Одан кейін жаңағы ортасында белгіленген 1,5 сантиметр төмен түсірген жерді мына нүктемен былай сопақша қылдыртып екеуінің арасын қосасыздар. Мына астында тура солай істейсіздер. Осы аралықтарда осылай қосқан кезде мына біздің маркермен сызылып тұрған қара сызықтағы осылай выкройканың деталі шығады. Енді осы детальдан бізде екеу болады. Енді қараңыздар, осы өлшем бойынша мына асты бізде 27-де 5, үсті 24-де 5 қалды ғой, мына 3 сантиметр алып тастағанда. Мен соны 25 деп алдым. 25 деп алдым да, осы 25-ті 3-те 14-ке бөлесіздер. Сонда менде 8 сантиметр шықты. Енді біз осы 8-ді шляпамыздың, яғни панамамыздың төбесін жасауымыз керек. Домалақты. Соны жасау үшін осы 8-ді біз 2-ге көбейтеміз. Міне. Сонда бізде 16 шығады. Сонда яғни көрдіңіздер ме? Мына аралық бізде 16. Мынандай осындай қып домалақ қылдырып сызып аласыздар. Бұл біздің панаманың төбесі болады. Шет жағын жасауымыз керек. Ол үшін бізге жаңағы өлшем бойынша 27-де 5 деген өлшемді сызып аламыз осылайынан. Осылай сызып аласыздар. Мына жерде мысалы 27-де 5 сызып аласыздар. Оның міне ені, яғни 5 сантиметр. Енді осы сызып алған сызығымызды мына орталарынан өлшеп қойдым ғой, міне осылай сызып. Үштіналардың барлығы 3,5 сантиметрнен барлығы. Осылай мөлшерлеп бірдей бөліп аласыздар ортасынан. Міне мынаны мен дайындап қойғам. Ортасынан қиясыздар осылай. Қиып болғаннан кейін мынандай қағазға былайынан ашып қоясыздар. Ашқан кезде мына детальдарымызды қайшымен қиып ашасыздар ғой. Былайынан. Бізде мына тұрған ұзындық, яғни 27-де 5. Мына ені, жаңа мен айтып отқан 5 сантиметр. Осының барлығын біз қазір қайшымен қиған кезде осылай түбіне жеткізбей қиясыздар. Өйткені бұл кішкене ашылу керек. Біз бұның аралықтарын ашамыз ғой, міне. Сонда сіздер қағазға қойған кезде, міне, мұның арасын осылай қоясыздар да, арасын бұлай ашасыздар. Ашқан кезде аралары мына жерде 1 сантиметр ашып отырасыздар. Әр қайсысының арасын осылай 1 сантиметрден ашасыздар, міне. Мынау бізде дайын тұрған деталь. Олардың бәрі 3,5-тен мөлшерлеп осы дайын детальді, осының барлығын бүкіл бөлікке бөліп шығасыздар да, арасына 1 сантиметр ашасыздар. Ашып. Осылай қағазға жабыстырып аласыздар. Және мына ең шетіне
детальдің ең шетіне. Сол жерге де 1 сантиметр, мына шетіне де 1 сантиметрден бересіздер. Мына жерде де 1, мына жерде де 1. Осылай беріп, біз астыңғы деталімізді осылай дайындап аласыздар. Сонда бізде выкройкамыз дайын болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Мынау төбесі, мынау ортасы, яғни боковая часть, мына жер. Мынау асты панаманың жаны, яғни астыңғы бөлігі. Міне, осылай детальдарымызды дайындап аламыз бірінші. Детальдардың бәрін қиып дайындап алдым. Мынадан 1, мынадан 2, мынадан 4 қиямыз қазір. Мен осындай пайдаланбайтын джинсыды қиып жасайтын боламын. Детальдарымызды осылай барлығын пішіп алдық. Енді мына 2 деталімізді астыңғы беткі жағын ішке қаратып, яғни лицевая сторонасын ішке қаратып, бір-біріне қойып аласыздар. Және мына жерден, мына шеттен, мына жерден тігіс жүргіземіз машинкамен. Міне 2 деталімізді біріктіріп алдық, 2 шетін. Енді осыны оңға қарай аударамыз, осылай. Оң беті. Мына екінші деталінде оң бетін, оң жақ бетін. Мына оң бетімен біріктіресіздер. Екеуінің де оң бетіне біріктіресіздер. Осылай. Міне осылай екеуін оң бетіне қойып аласыздар. Және міне мына астыңғы жақтарын осылай инемен қадап аламыз. Міне мына тұрған кезде, яғни біздің панаманың бұл етегі жағы. Осылай беттестіріп алған кезде біз мынаның астыңғы жақтарын айналдырып тігіп шығамыз. Осылай. Бір-бірімен беттестіріп, бұл астыңғы жақтары. Осылай тігісіне келтіріп, машинкамен жүргізіп шығамыз қазір. Екі шетін айналдырып тігіп алғаннан кейін матамызды оң бетіне аударамыз. Бетіне аударып барлығын қазір үтікпен басамыз. Міне үтікпен басып осылай дайындап қойдық. Бұл шляпамыздың астыңғы деталі дайын. Енді боковой детальдарын 2 шетін тігіс жүргіземіз. Жаңағы ортаңғы боковой деталіміз. Бұны да 2 лицевая сторонасын бір-біріне қаратамыз да, мына жерден тігіс жүргіземіз. Міне жанындағы 2 тігісін жүргізіп алдық. Енді төбесін тігеміз, панаманың төбесін. Бұл төбесін 4 шетінен осылай белгі сап аласыздар, осылай. Мына шеттерінен осы белгі арқылы мына жерге астын біріктіресіздер. Міне осылай. Мына белгі сап аласыздар 4 жағына. Соны осылай немен қадап белгілеп қыстырып аласыздар. Сосын кейін астын осылай бекітеміз. Осыған айналдырып тігіп шығамыз. Міне. Бұны көктеп алсаңыздар да болады. Әдемі нақты болу үшін тігістеріңіз. Осылай ортасына белгілеп аласыздар. Міне. Астыңғы деталь көрдіңіздер ме? Панаманы. Осыны осылайдан көктеп алсаңыздар да болады. Содан кейін барып машинкамен жүргізсеңіздер әдемі болады. Панамамыздың төбесін тігіп алдық, яғни донышкасын. Міне. Енді осыны мына астына қосамыз. Ол үшін осылай қоясыздар да, мынаны ортасына кіргізесіздер. Ортасына кіргізіп, міне.
екі тігісі бар жерді мына екі тігісі бар жерге біріктіресіздер. Міне осылайынан. Инемен қадап. Мына жерді мына тігіске біріктіреміз осылай. Көрдіңіздер ме? Осылай біріктіресіздер. Бір жағын, екінші жағында тура солай жасаймыз. Шляпаны панаманың тура ортасына қойып алып осылай. 4 бұрышын бірінші біріктіріп аласыздар. Міне, қазір енді осы жердің барлығын айналдыра машинамен жүргізіп шығамыз. Міне қараңыздар, панамкамыз дайын болды. Осылай іші бәрі осындай. Өте салқын, ыңғайлы, өте әдемі. 10 минутта осылай тігіп алсаңыздар болады. Қараңыздар.